Сіріңке сатушы қыз. Бұл жаңа жыл алдындағы кеш еді. Қар жауып тұр. Суық болды. Кішкентай қыз көшеде жүріп, барлық өтіп бара жатқан адамдарға сіріңке ұсынды. Сіріңке сатып алыңыздар, сіріңке алыңыздар. Қыздың киімі ескі және жыртылған болатын. Ал аяқтарында анасының үлкен аяқ киімі еді. Ескі фартуктың қалтасында бірнеше сіріңке қорабы жатты. Адамдар сыйлықтар сатып алып, мерекелік дастарханға асығып бара жатты. Ал ол қызда ешкімнің шаруасы жоқ еді. Түске дейін ол бірде-бір сіріңке сата алмады. Және бір тиын да таппаған еді. Ол көшеде жүріп, бір үйдің терезесінің алдында тоқтады. Қыз бөлмеде болып жатқан нәрсеге қарап таңданды. Үйде өте әдемі жаңа жылдық шырша тұрды. Ал екі бала анасының жанында жүгіріп, қуанышпен күліп жүрді. Бақытты отбасына қарап, қыз төсекте жатқан ауру анасы туралы және қайтыс болған әжесі туралы ойлап, қатты жылап жіберді. Жылаудың пайдасы неде, деп, кішкентай қыз көз жасын сүртіп, алға жүре берді. Сіріңке алыңыздар, сіріңке алыңыздар. Аға, тәте, бірнеше сіріңке сатып алыңыздаршы. Бәрі мән бермей өтіп жатты. Олар мерекелік сыйлықтар сатып алып, мерекелік дастарханға асығып бара жатқан еді. Ешкім оның даусына назар аудармады. Қар жауып қыздың ашық түстес шашына көктен түсіп жатты. Ол өте әдемі еді, бірақ ешкім оны байқамады. Қыз жолдан өтіп бара жатқанда, жанынан арба өте шықты. Ол қатты қорқып, қашып кетті. Ал үлкен аяқ киімдері аяғынан шешіліп, ұшып кетті. Арба өтіп кеткен соң, ол оларды табуға асықты. Өйткені ол анасының аяқ киімі еді. Анасы ауырып жатқандықтан оны ренжіткісі келмеді. Бірақ бір сыңарын жоғалтып таба алмады. Ал екінші сыңарын балалар футбол допы сияқты теуіп жүрді. Сол себепті кішкентай қызға суық қардың үстімен жүруге тура келді. Бір мезетте кішкентай қыздың кішкентай аяқтары суықтан қызарып, ісініп кетті. Кеш батты. Көшеде өтіп бара жатқан адамдардың саны азайды. Ақырында көшеде тек кішкентай қыз қалды. Үйлердің шамдары мен жарықтары жанды. Ал терезеден күлкі мен қуырылған қаздың иісі шықты. Аш тоңған қыз көше кезіп бара жатты. Жүре-жүре оның үйге қайтқысы келді. Бірақ бірде-бір сіріңке сатпады. Сатылса ақшаға анасына дәрі-дәрмек алғысы келген еді. Қар күшейе түсті. Көшелер қалың, ақ кілемге ұқсай түсті. Қыз күні бойы ештеңе жеп ішпеген еді. Ол әрі қарай жүре алмай қалды. Ақырында ол үйдің бұрышына отырып, кішкентай қолдарымен қызарған табандарын уқалады. Оның кішкентай қолдары бірден тоңып қалды. Өте суық еді. Бір кішкентай жанған сіріңке оны жылытуы мүмкін еді. Ақырында ол бір сіріңкені алып, қабырғаға үйкеді. Шырық. Кішкентай оттың тілдері сыртқа шықты. Қыз қолын отқа жақындатқан еді. Оның оты сондай жылы және жарқын болды. Қыз үлкен пештің алдында отырғандай сезілді. Оттың жанып тұрғаны қандай керемет еді. Қыз бірден аяқтарын созып, оларды жылытуға тырысты. Бірақ от сөніп қалды. Ыстық жоғалып кетті. Ал қыздың қолында жанып кеткен сіріңкенің талы ғана қалды. Тағы бір сіріңке талын жақты. Шырық. Сіріңке жанды. Оның жарқын оты қабырғаға түсті. Қабырға кенеттен мөлдір болып кетті. Қыз бүкіл бөлмені көргендей болды. Стол,
ақ дастарханмен жабылған және қымбат фарфордан жасалған, ал үстінде алма толтырылған және қуырылған қаз болды. Қаз кенеттен үстел үстінен секіріп, арқасында пышақ пен шанышқы бар еді. Қаз кенет қызға қарай жүгірді. Столдан бірнеше үлкен нан кесектері де түсіп, бір-бірінің артынан солдаттар сияқты қызға қарай бет алды. Кенет сіріңке қайтадан сөнді. Ал қыздың алдында тек қара және суық қабырға көрінді. Қыз сіріңкелерді қайтадан жұмсағысы келмеді. Бірақ суық болып, ол тоңып тұрды. Ақырында кішкентай қыз шыдамай тағы бір сіріңке жақты. Шырқ, одан жарқын от жарығы шықты. Және қыз әдемі жаңа жылдық шыршаның астында пайда болды. Бұл кішкентай қыздың өміріндегі көрген ең әдемі және ең үлкен жаңа жылдық шырша еді. Шырша түрлі түсті кішкентай сыйлықтармен безендірілген еді. Мыңдаған шамдар жарқырап, жұлдыздар қызға күліп тұрғандай еді. Кішкентай қыз оған екі қолын созды. Эх, сіріңке қайтадан сөнді. Айнала қайтадан қараңғыға айналды. Қыз тағы бір сіріңке жақты. Ол шамдардың оты көтеріліп, жарқын жұлдыздарға айналғанын көрді. Олардың біреуі аспанға домалап, артында ұзын от ізін қалдырды. Жұлдыздар аспаннан жерге дейін бірінен соң бірі құлап жатты. Кемпірқосаққа ұқсас із қалдырып тұрғандай еді. Оның алақанында аз ғана сіріңке қалды. Қыз қабырғаға тағы бір сіріңкені шертіп жақты. Жарқын жарық бәрін жарықтандырды. Және кішкентай қыздың алдында жарықпен қоршалған, сондай жарқын, жарқыраған және сондай мейірімді оның әжесі тұрды. Қыз соншалықты қуанып, көзінен жас шықты. Ол әжесінің құшағына жүгірді. Әже, мен өзіңмен бірге алып кет. Мен білем, сен сіріңке сөнгенше кетіп қаласың. Қыз барлық сіріңкелерді тез-тез бірінен соң бірін жақты. Себебі ол әжесін ұстап қалғысы келді. Сіріңкелер сондай жарқын отпен жарқырап, күндізгіден де жарығырақ болды. Әжесі ешқашанда осыншалықты әдемі, осыншалықты салтанатты болған емес. Ол кішкентай қыздың қолынан көтеріп, құшағында ұстап, әжесінің құшағында оған өте жылы болды. Олар бірге жарық пен бақыт сәулесінде жоғары және жоғары көтерілді. Ол жақта суық, аштық, қорқыныш жоқ. Құдайға. Сіріңке баяу сөнді. Айнала қараңғы болды. Ал бақытты қыз көздерін жұмды. Келесі күн таңертең қар тоқтаған кезде жел тынышталды. Күн көтерілді. Және жер алтын сәулемен жарқырады. Барлығы көшеге шықты. Бір-бірін жаңа жылмен құттықтап, балалар жаңа киімдермен киініп, бақыт, қуанышпен қар лақтырып ойнады. Осы сәтте адамдар үйдің бұрышында отырған өлі кішкентай қызды тапты. Оның беті бақыттан жарқырап тұрды. Ал ернінде күлкі қатып қалды. Оның айналасында сіріңкелер шашылып жатты. Ал оның кішкентай қолында жанып жатқан сіріңке ұсталып тұрды.